Сәлеметсіңдер ме балалар? Здравствуйте, ребята! Бұл қазақ тілі сабағы. Это урок казахского языка. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Сенде кітап бар ма?» Тема сегодняшнего урока «Есть ли у тебя книга?» Жаңа сөздермен таныс болайық. Познакомимся новыми словами. Тыңда және қайтала. Слушай и повторяй за мной. Қалам, ручка, дәптер, тетрадь, сызғыш, линейка, қарындаш, карандаш, кітап, книга, өшіргіш, ластик. Жарайсыңдар. Молодцы, ребята. Балалар, енді сұрақ қойып үйренейік. Тыңдаңдар және қайталаңдар. Слушайте и повторяйте за мной. Сенде кітап бар ма? У тебя есть книга? Сенде қарындаш бар ма? У тебя есть карандаш? Сенде қалам бар ма? У тебя есть ручка? Сенде өшіргіш бар ма? У тебя есть ластик? Сенде сызғыш бар ма? У тебя есть линейка? Сенде дәптер бар ма? У тебя есть тетрадь? Жарайсыңдар, балалар. Молодцы, ребята. Балалар, суретке қарап, сенде не бар деген сұраққа жауап беріп көрейік. Ребята, рассмотрите картинки и ответьте на вопрос, что у тебя есть? Сенде не бар? Менде кітап бар. Менде дәптер бар. Ары қарай өзің сұраққа жауап беріп көр. А теперь попробуй сам ответить на вопрос. Поставь видео на паузу и ответь. Жарайсың, жақсы жауап бердің. Балалар, енді суретте қандай заттарды көріп тұрсыңдар? Атаңдар және суретін салыңдар. Осымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. До свидания, ребята.